Қымбатты оқушы, біз бүгін өзіңмен қазақ тілінің үлкен бір саласын бастаймыз. Морфология дейді. Біз фонетиканы және лексиканы өттік. Есіңде болса, фонетикада біз дыбыстарды қарастырдық. Тіл дыбыстарының ерекшелігін қарастырдық. Лексикада сол дыбыстан құралған сөздің мағынасын, сол сөздің шығу тегін, байлығын, түрлерін қарастырдық. Енді сол сөздің біз құрамын қарастырамыз, тұлғасын қарастырамыз. Байқайсың ба, адамда бастан, мойыннан, денеден, аяқтан, қолдан тұратын сияқты сөздің де басы, денесі, аяғы бар. Міне, осы сөздің құрамын, сөздің тұлғасын, сөз таптарын жан-жақты қарастыратын тіл білімінің үлкен бір саласын морфология дейді екенбіз. Морфология сөздің тұлғасын қарастыратын болғандықтан, сол тұлғасына қарай екіге бөлінеді. Оның біріншісі дара сөздер, екіншісі күрделі сөздер. Дара сөздер дегеніміз не? Атынан айтып тұрғандай-ақ, бұл түбірі біреу болатын сөздер. Өзің 5-6 кластан жақсы білуге тиіссің, түбір дегенне, қосымша дегенне, жұрнақ дегенне, жалғау дегенне. Мұны қазір өзіңе жақсылап түсіндіремін. Ең әуелі дара сөзге нелер жатады? Осыны өзіңе түсіндіріп кетсең. Дара сөздерге түбір сөздер және туынды сөздер жатады. Ал күрделі сөздерге бұл кемінде 2 түбірден құралған сөздер, немесе 3 түбірден құралған сөздер. Бұндай сөздерге қос сөздер, біріккен сөздер, қысқарған сөздер және тіркескен күрделі сөздер жатады екен. Ал демек түбір сөзден бастайтын болсақ дара сөз. Түбір дегеніміз не? Түбір деген сөз, қарап отырсаң, сөздің мағына беретін ең түпкі бөлшегі. Қарашы өзің, су дедік, бұл түбір мінекей. Осыны бұлай қарай біз бөлшектесек, бұл дыбысқа бөлінуі мүмкін, бірақ бұл сөзде мағына қалмайды. Жер дегенде де бұлай қарай 3 дыбысқа бөлеміз, бірақ ол дыбыстарда мағына болмайды. Демек, түбір дегеніміз сөздің әрі қарай бөлшектеуге келмейтін, ең түпкі мағына беретін бөлшегі екен. Осыны есіңе мақтап сақта. Су, жер, біл, от, нан, кітап, адам, тақта, аспан, ай, күн. Мінекей, түбір сөздер дегеніміз ең түпкі мағына беретін бөлшектен тұратын сөздер екен. Яғни, түбір сөз дегеніміз, міне, су да түбір сөз, жер де түбір сөз, біл де түбір сөз. Бұған бұлай қарай жұрнақты, жалғауды қоса беруге болады, бірақ бұлай қарай біз оны бөлшектей алмайды екенбіз. Демек, түбір біреу болғандықтан, бұл әрине дара сөзге жатады. Түбір сөз дегеніміз ешбір жұрнақсыз, қосымшасыз, түбір күйінде тұрған сөздер екен. Енді туынды сөз деп жатырмыз. Мінекей, туынды сөз. Туынды сөз, мына сөзге қосайық, қарашы. Су деген түбірге ш деген жұрнақты қосып едік. Су, сушы. Мынау ішетін зат еді ғой. Ал сушы деген шыны қосып едік, сонымен айналысатын адамға айналып кетті. Жер, планета, жерлес деп едік, сол жерде тұратын, бір жерде тұратын адамға айналып кетті. Біл деген түбір еді ғой, етістік. Білім болып еді, зат есімге айналып кетті. От, отын. Отпенен отынның арасындағы айырмашылықты әрине білесің. Екінші бір сөз жасалып отыр. Демек, туынды сөз дегеніміз түбірге жұрнақ жалғану арқылы екінші бір жаңадан мағыналы сөз шығып отырса, оны туынды сөз дейді екенбіз. Түндік дейміз, бұрғы дейміз, тартпа дейміз, немесе баспалдақ дейміз. Көріп отырсың, мінекей жаңа сөз туындап, жұрнақ арқылы жасалып, басқа бір сөз туындап отырса, оны туынды сөз дейді екенбіз. Міне, түбір сөзде, туынды сөзде дара сөздің құрамына кіреді екен тұлғасы жөнінен. Себебі қанша жұрнақ жалға, қанша жалғау жалға, мұның түбірі біреу. Мынаның да түбірі біреу, мынаның да түбірі біреу. Сондықтан да бұл екеуін түбір сөзді де, туынды сөзді де біз
дара сөзге жатқызады екенбіз. Енді түбірлес сөз деп отырмыз. Кейде түбірлес сөзді тап деген сұрақ жиі келіп отырады. Мысалы қарап отырсақ, өн деген түбір бар. Түбірі бірдей, мына жерде де өн, мына жерде де өн. Ал енді жұрнақ жалғап едік, басқа сөздерге айналып кетті. Өнім, өндір, өнгіз, өнбе. Байқап отырсың ба? Демек, түбірі бірдей болады, бірақ әртүрлі жұрнақтар жалғанған сөздерді түбірлес сөздер дейміз. Білім дегенде де, мысал үшін, біл деген бір-ақ түбір. Білім деп айтамыз. Білімпаз десек сол. Білімді деп айтамыз. Білгіш деп айтамыз. Білдір деп айтамыз. Білгіз деп айтамыз. Байқап отырсаң, әртүрлі жұрнақ бола берсін. Мұның түбірі бірдей. Демек, түбірлес сөздер дегеніміз түбірі бірдей, бірақ әртүрлі жұрнақтар жалғану арқылы әртүрлі сөздерге айналған сөздер екен.